Саламатсыз ба? Келесіде сауал түскен екен. Жұмыс беруші қызметкердің пікірінсіз жыл сайынғы ақылы еңбек демалысының кестесін бекітуге құқығы бар ма дейді. Келесіде жауап берер едім. Еңбек кодексінің 93 бабының талаптарына сәйкес, жыл сайынғы ақылы еңбек демалысының кестесі жұмыскердің пікірін ескере отырып жасалады. Аталған кестеге сәйкес ақылы еңбек демалысы беріледі. Сондай-ақ облыс аумағындағы білім басқармасы мен облыстық кәсіподақтың арасында жасалған әлеуметтік әріптестік туралы келісімнің 5.1.15 тармағына сәйкес, жыл сайынғы ақылы еңбек демалысы қызметкердің пікірін ескере отырып, бастауыш кәсіподақ ұйымының келісімімен жұмыс беруші бекіткен кестеге сәйкес беріледі. Және де кесте күнтізбелік жыл аяқталғанға дейін 2 апта бұрын бекітілу керек. Тиісінше 2025 жылдың еңбек демалысының кестесі 24 жыл аяқталғанға 2 апта қалғанға дейін қызметкерлердің пікірі ескеріліп, және де бастауыш кәсіподақ комитетімен келісе отырып, жұмыс беруші кестені бекітіп қою керек. Және еңбек демалысының басталуы нақты даталар туралы қызметкер 2 ай бұрын хабарландырылуы тиісті. Сондай-ақ еңбек демалысы демалыс кестесіне сәйкес жұмыс берушінің бұйрығымен рәсімделе отырып беріледі. Және де егер кестеде өзгерістер болса қандайда, бұл жағдай қызметкер мен жұмыс берушінің арасында жеке келісім бойынша реттеледі.